Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен заварной крем дайындаймыз. Ол заварной кремді профитроли, медовый, наполеон сынды торттарға қолдана беруге болады. Осы рецептін дайындап көріңіздер. Алдымен газға қоятын ыдысымызға жұмыртқа шекерімізді саламыз. Және де жүгері крахмалын саламыз. Жүгері крахмалын картоп крахмалы немесе ұнмен алмастыруға болады. Бәрін бір келкетіп араластырамыз. Және де үстіне сүтімізді құямыз. Сүтіміздің бәрін құймаймыз, бөлек-бөлек құйып аламыз. Екіге бөліп, өте баяу отқа қойып араластырып тұрамыз. Араластырып тұру ол міндетті. 10-15 минуттан кейін біздің креміміз қоюланады. Міне креміміз дайын. Енді оны тез суыту үшін біз бөлек ыдысқа құйып, бетін контакт пленкамен жауып қойып қоямыз. 5-10 минуттан кейін өзіміздің бөлме температурасында тұрған сливочный майымызды салып араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ютубта мен басқа кремдерді дайындап көрдім. Дәл бұлай шықпады. Шыны керек, маған осы крем қатты ұнады. Сіздерге де ұсынып отырмын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қош сау болыңыздар.